Қайырлы күн менің видеоблогымның көрермендері. Бүгін талантты адам мен еңбекқор адамның айырмашылығы туралы әңгіме қозғаймыз. Вуди Аллен 40 жылдан астам жылына бір фильм түсіреді. Кей әріптестер оған айтады екен, Вудеке, енді бір 2 жылда бір түсірсеш, сонда сапалы әрі қызықты дүние жасаған болар едім. Ал енді сенің мына жыл сайынғы жасайтын фильмдеріңнің көбі ортан қол немесе ортадан төмен деп кеңес беріпті. Сонда Вуди Алленнің жауабы мынау болған: мен аса талантты немесе дарынды адам емеспін, сондықтан көп жұмыс істеуіме тура келеді. Егер мен санға жұмыс істесем, арасынан кемінде бірнешеуі міндетті түрде сапалы болып шығады. Яғни саннан сапаға ауысады деген ғой. Бұдан біз не ұғамыз? Еңбекқор адам талантты адам секілді емес. Ол Құдайдан берілген дарынға сеніп отырмайды. Керісінше көп жұмыс істейді. Әрі жұмыс барысында өзін бақытты сезінеді. Мысалы, отандық Әділхан Ержановтың мына сөзін қараңыздар. Ол айтады: мен фильм түсіру кезінде ғана өзімді бір өмір сүріп жүргендей сезінемін дейді. Яғни тоқтамайды, тынбайды, көп жұмыс істейді. Мысалы, Фрэнсис Форд Коппола бүгінгі Апокалипсис деген фильмнің түсірілімін 1976 жылы ұмытпасам бастаған. Жоспар бойынша 6 аптаға жоспарлаған, 6 аптада біту керек болған, бірақ ол 16 аптаға созылған екен. Соңында 230 минуттық материал жинаған ғой. Неге? Себебі кей сахналарды қайтадан түсірген, асыра түсірген, яғни жетер жеріне жеткізіп асырып баққан. Бейне бір өзіне сенімсіз бейкәсіби адамның әрекетіне ұқсауы мүмкін. Енді мейлі, бірақ Фрэнсис санға жұмыс істеген ғой ол да. Былай қарасаң, кейін жартысы кесіліп кететін материал түсіргеннен не пайда деп ойлауыңыз мүмкін. Әсіресе уақытпен қаржыны есептейтін мамандар дәл тура осылай ойлайды. Бірақ Пикассо да солай жұмыс істеген екен. Мейлінше көп өнім өндіре түскен. Мысалы, сол Пикассоңыз білушілердің айтуынша 1000-ға жуық сурет салған дейді ғой, бірақ адамзат білетін саусақпен санарлық аз ғана, яғни аздар ғана шедеврге айналған ғой. Орыстар бұны берем больше, кидаем дальше дейді. Мысалы, сіздің 100 идеяңыз бар болуы мүмкін, оның кем дегенде 50-і өмір орындалмайтын қияли идеялар болу ғажап емес. Қалған 50-дің 30-і жақсы, бірақ оған өміріңіз жетпеуі мүмкін. Енді қолыңызда 20 идея қалды ма? Тамаша. Енді соның арасынан, сол 20-ның арасынан бір ең жақсы жауһар деген бір 10 іріктеп алсаңыз, міне сіздің өмірлік мақсатыңыз осы. Сол 10 идеяны іске асырып болғанша өзіңізде бір жағына шығып қаласыз. Ендеше біз секілді осы орта адамдарға, орта таланттарға, орта дарындарға көбірек жұмыс істеуге тура келеді. Қаперіңізде болсын осы. Менің видеоблогыма жазылыңыз, пікір жазыңыз, лайк басыңыз, менімен бірге болыңыз.